Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода менің көрермендерімнің сұрауы бойынша сүтті қыз молочный девочка тортын жасайтын боламын. Оригинал рецепт бойынша бұл торттан сүттің дәмі шығып тұруы қажет, сондықтан табиғи өнімдерді пайдаланып, осындай нәп-нәзік торт дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар 3 жұмыртқа, бөлме температурасындағы, сгущенный молоко қажет болады. Сгущенный молоконың сапасы жақсысынан, табиғиынан алған дұрыс. Електен өткізілген ұн және де қамыр қопсытқыш қажет болады. Енді осы 3 жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен үстіне сгущенный молокомызды құямыз. Миксердің жай жылдамдығында араластырсаңыз да болады. Осы 2 массамызды жақсылап араластырып, біріктіріп аламыз. Осылай мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, бір араластырып, осы жұмыртқалы массамыздың үстіне саламыз. Ұнымызды да осы массамызға біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Осылай мінекей қоймалжың масса болады бізде. Біздің қамырымыз дайын. Жақсылап араластырып, бисквитімізді қазір пісіріп алатын боламыз. Мен осындай пергаментный бумаганың үстіне формамды қойып, қаламның көмегімен сызып аламын. 20 диаметрлік формаға жасайтын боламын. Осылай қаламның көмегімен формасын шығарып, пергаментный бумагамның үстіне сызып алдым. Барлық пергаментный бумагамызға осылай сызып шығамыз, және де біздің қамырымызды 1,5-2 қасықтан құйып, осы формамызға жайып, пісіріп аламыз. Осылай жұқалап жайып алатын боламыз спатуланың көмегімен. Біздің корждарымыз тез және жұмсақ болып піседі. Қалған қамырларымызды осылай 1,5-2 қасықтан салып, жұқалап жайып дайындап аламыз. Осы тортқа қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын, өлшемімен. Осы дайындап алған қамырларымызды қызып тұрған пешімізде 180 градуста 7-6 минуттай пісіріп аламыз. Осылай мінекей жұмсақ болып пісіп шықты. Толықтай біз корждарымызды суытып барып, пергаментный бумагамыздан шешетін боламыз. Осылай суыған соң оңай алынатын болады. Және де біздің корждарымыз жұмсақ болып, тез пісетін болады. Осылай қалған корждарымызды пісіріп, суытып, осылай ажыратып алатын боламыз. Менде осы рецепт бойынша 20 диаметрліктен 12 корж шықты. Осылай мінекей пісіріп алдым. Енді біз пропиткасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай стаканымызға қайнаған су құйып аламыз. Осы 1 стакан суымызға 3 шай қасық сгущенный молокодан салып, жақсылап араластырып, суытып аламыз. 1 стакан суыма ыстық суға осылай салып, жақсылап араластырдық. Енді осыны суытып барып, қолданатын боламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Крем үшін бізге салқын сливкидің үстіне қант ұнтағын қосып, миксердің көмегімен қою масса болғанша миксерлеп аламыз. Бізде қою
формасын ұстайтын осындай крем шығады. Біздің креміміз дайын, мінекей. Осылай қою болып шығуы қажет. Кремімізді осылай жақсылап араластырып аламыз. Арасындағы ауасын шығарып, жақсылап араластырып алып, енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Азырақ кремімізден жағып, корждарымызды қоямыз. Корждарымызды теріс қаратып қойып жинайтын боламыз. Суып тұрған жаңағы пропиткамызды үстінен жағып шығамыз кисточканың көмегімен. Жақсылап жағып, үстіне 2 ас қасықтан кремімізді салып, кремімізді спатуланың көмегімен жақсылап осылай жайып аламыз. Кремімізді коржымызға осылай тегістеп жайып шығамыз. Үстінен тағы да коржымызды қойып, сүтті пропиткамызды үстінен жағатын боламыз. Және де коржымызды қойып, 2 ас қасықтан кремімізді салып, барлық корждарымызды осылай жинап шығамыз. Тортымызды барынша тегіс жинауға тырысамыз. Қалған корждарымызды осылай жағып жинайтын боламыз. Пропиткамызды жағамыз. 2 ас қасықтан кремімізді жағамыз. Қалған корждарымызды осылай тегістеп жинап шығамыз. Осылай тортымыздың барлық корждарына жағып шықтық. Ең соңғы коржымыздың үстіне кремімізді жағып, тегістеп, осылай тегістеп аламыз. Біздің торттарымыз тегіс шығуы үшін сыртынан кальцо кигізетін боламын. Кальцомызды кигізіп, тоңазытқышымызға 2-3 сағатқа қойып аламыз. Тоңазытқышта біздің корждарымыз 2 сағат тұруы қажет. Бетіне осындай пленканы жабатын боламыз. Тоңазытқышымызға 2 сағатқа жібереміз. 2 сағаттай мінекей біздің торттарымыз тұрды. Бетінен пленкасын алып, осы формамызды жайлап тортымыздан шығарамыз. Пышағымыздың көмегімен азырақ шеттерінен жүргізіп өтеміз. Формамызды мінекей осылай шешіп алдық. Енді қалған кремімізді осы тортымыздың үстіне салып, тегістеп, әдемілеп жағып шығамыз. Осылай тегістейміз. Қалған кремімізді тортымыздың жан-жағына жағып, әдемілеп барынша тегіс қылып жағып аламыз. Тортымызды осылай тегістеп дайындап алдық. Енді әсемдік үшін мен осындай вафельный крошки қолданатын боламын. Осы вафельный крошкемізді жан-жағына жабыстырып шығамыз. Осы сүтті қыз тортына осы вафельный крошкеміз жақсы үйлеседі. Және де жасалу жолы оңай. Вафельный крошкедің рецептісі қажет болса, менің каналымда бар, осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын, өтіп қарасаңыздар болады.
жан жағына осылай ұқыптылықпен жақсылап салып шықтық. Біздің сүтті тортымыз дайын. Бетіне мен әсемдік үшін осындай моншақ тәрізді конфеттер қойып шығатын боламын. Кондитерлік дүкендерде сатылады. Бұны қоймасаңыз да болады. Осы кремімізге сіңіп, жұмсарып, конфеттеріміз әдемі сән береді. Біздің сүтті қыз тортымыз осымен дайын. 1-2 сағатқа тоңазытқышқа тағы да қойып алсаңыздар болады. Қазір ішін кесіп көретін боламыз. Өте нәзік, өте жұмсақ болып піседі. Ортасы мінекей осындай биік болып, әдем болып шығады. Қонақ дастарханның көркін ашады. Жасап көруге кеңес етемін. Нағыз сүтті қыз тортының дәмін татқыңыз келсе, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Біздің торттарымыз өте нәзік, өте жұмсақ болып піскен. Керемет дәмді шыққан. Жасап көріңіздер, астарың дәмді болсын.